Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық-Ата кенті нөмір 10 Қайнар мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің информатика пәнінің мұғалімі Әлімбеков Бекболат Оңалханұлы. Мен 2019 жылдан бастап информатика пәні бойынша сабақ бере бастадым. Менің негізгі мақсатым да осы білім беру саласына өзімнің үлесімді қосып, әр баланың жүрегіне жол таба біліп, еліміздің жарқын болашағы үшін еңбек еткім келеді. Информатика мамандығы қазіргі заман талабына сай мамандықтардың бірі. Компьютерді жетік білу сән емес, ол заманның талабы. Менің ойымша, мұғалімді ескі көзқараспен кітапханаға теңеу дұрыс емес. Педагог өз саласының білікті маманы болу керек. Бірақ мұғалім бүгінгі күнде гаджеттегі Google-дың орнын алмастыра алады деген сөз емес. Айтқым келгені, 21 ғасырдың Z ұрпақтары үшін ақпаратты мұғалімнен алғаннан гөрі қолдарындағы смартфоннан алған қызықты әрі тиімді деп ойлайды. Осы орайда сізде сұрақ туындауы мүмкін. Сонда мұғалімнің рөлі қайда қалды деген. Мұғалім егер шебер болса, баланы дұрыс жолға бағыттай білсе, сабаққа қызығушылығын оята алса, мотивация бере алса, өзінің сабағына жеткілік туындатып бере алса, сол жеткілікті. Әрбір ақпаратты өзі ізденуге тырысады. Ол үшін әр сабақты қызықты өткізу керек. Қолында гаджеті бар баланы ойын кітапқа аудару оңай емес. Ал мұғалім шығармашыл болса, цифрлы сауатты болса, онда сабақ барысын жүйелі де өнімді өткізу оңайға соқпақ. Сондықтан да мен негізгі тақырыбымды оқытудағы көрнекілік әдісінің оқу үдерісіндегі маңызы деп алдым. Бұл идеямның негізгі мақсаты оқушыларды ойын арқылы пәнге, сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Қолдан жасалған көрнекілік оқыту және ақыл-ойды дамыту құралы болып табылады. Осы жерде сұрақ туындауы мүмкін. Қазіргі таңда сабақ өту үшін небір интернет платформалар бар, оны неге қолданбасқа? Ол платформаларды информатика пәні мұғалімдері қолданып жүр. Өйткені информатика кабинетінде бәрі жабдықталған. Бірақ ауылды жерлерде мұндай жағдай жасалынбаған. Басқа пән мұғалімдері бұл мүмкіндікті қолдана алмай отыр. Сондықтан да мен қолдан жасалған көрнекілік әдістері оқушылар мен мұғалімдерге тиімді деп ойлаймын. Ыбырай Алтынсарин балаға айтып түсіндіргеннен гөрі қолмен ұстап, көзімен көріп, мұрнымен иіскеп түсіндірген сабақ ұғымды деген. Сондықтан оқушыларға білімді сапалы меңгертуде көрнекілік әдісін пайдаланудың маңызы зор деп ойлаймын. Уақыт жан-жақты дамудың кілті. Бұл сөзді әйгілі Карл Маркс айтып өткен. Уақытты тиімді жұмсау ол әр адамның өзінің ұтымдылығына байланысты. Уақыт бізге берілген ең үлкен байлық. Өзім бос уақытымды текке өткізгенді ұнатпаймын. Мен бос уақытымды оқушыларға әр сабаққа көрнекілік жасауды әдетке айналдырғанмын. Бұл менің хоббиім десек те болады.